Қайырлы күн достар. Қазір мен өткен праймерис туралы ойымды білдірейін. Қосыла отырыңыздар, біле отырыңыздар. Бұның тәуелсіз бақылаушы болып та қатыстым, ішінен басқа да агит компанияларына да қатыстым, кездесулерге де қатыстым, тікелей эфирде де түсірдім. Бұл айтпақшы өзімнің қолымнан келетін, бұл айтқанда ойлайтын ойымды, пікірімді көзім жеткізе алдым. Біріншіден, екіншіден маған осы айтқан қатыспадым ба, өзім бағын сынамадым ба, не істемедім ба деген адамдарға айтқан жауабым тура келді. Менің көңілдегімдей әділ сайлау өткен жоқ деп мен есептеймін. Бұған бірнеше себеп. Онысы мен бәрін қазір тоқталып кетемін. Маған бұл сұрақты да қоя отырыңыздар. Бұны мен ары қарай да өзімнің ойларымен және шыққан нәтижемен бөліскім келіп тұр. Бірінші, шыққан нәтижелерге келейік. Мен қазір бірінші реттілігінен бастап қандай жаңалықтар бар, қандай кімдер, былай айтқандай черная лошадка болып алдыға шықты кімдер, солай болады деп білінді, бірақтан оларды төмендеп қалды, оларға қолдау аз болып қалды, немесе басқа деген мәселелермен бөлісетін боламын. Мысалы, бірінші орында Төлепберген Мейрамбек Мылтықбайұлы 1757 голос, 20% дейді. 78%, 8871 адам. Всего членов партии Тарас қаласы бойынша 11334. Енді реально член партии 8871 адам шығар. Реально, өйткені біріншіден ол реально ахват көрінді, өйткені реально қанша адам қатысатыны, қаншалықты дауыс беретіндігі, олар осы праймерис үшін қатысып болды. Өйткені не үшін? Олардың мекемелерінен басшылар немесе олардың жақын танитын немесе білетін адамдар қатысты, сол үшін олар дауыс берді. Бұл енді біріншіден. Екіншіден, бұдан ешкім сырт қала алмады. Бұл екіншіден. Үшіншіден, ең басты дүние бұл алғаш рет болды. Және сенің результатын қалай келатқаның, қаншаншы орында келатқан мәселенің сен тікелей primaries.kz сайтынан алдым. Шыны керек, бірінші күні дауыс беру өте қиын болды. Сервер ұстап қалды, басқа ұстап қалды, өте қиын болғандықтан оны шындығы кесе ол сондай болды. Бірақтан бұндай нәрсе жасауға болатындығы туралы белгілі болды. Екіншіден, бұл жердегі масса көбісі бұл айтқанда анау не үшін жиналғандығы көрінді. Просто келе қал, қатыс, мен қатысып жатырмын, сен де қатыс деген секілді. Просто массовка білінді. Үшіншіден, бұл жердегі тікелей билік өкілдерінің және билік өкілінде болған адамдардың жоғары балл алғандықтары белгілі болды. Бұл шындық, қазір ол туралы да айтатын боламын. Одан кейін шыны керек бұл система. Бұл системаны Нұр Отан өзі араластырмасын, бірақтан тізім болды, тізім жарияланды әлеуметтік желіде. Ол жерде денсаулық сақтаудан шыққандығы, ол жаңағы жақсылап фотоны немесе видеоны көрсеңіздер байқайсыздар. Одан кейін Байзақ ауданында бойынша аудио, ол да жалған деп, басқа деп шықты. Одан кейінгі мынау ауылдық, мынау бюллетенмен бергендерді айтайын местерек, 99% қалай айтылды, ол солай белгіленіп болды. Басқа вариант жоқ. Өйткені мынау Тараз қаласында мен кеше көрген дүниемен ауылдарда не отқанын мен айтпай қойын. Ол деген қалай болған? Менің пікірім, менің ойым 100% бәрін электронды ауыстыру керек. Ол үшін широкополосный бәріне интернет қосылу керек. Екіншіден, бізге керегі
осы уақытқа дейінгі үлкен науқан, үлкен дүние, осы сайлау кетіп жатқан кезде бөлек серверлерге бөліп әрбір облыста қоятын болса, әрбір облыстың дауыс берушілер бөлек серверден дауыстарын беріп, бөлек серверлерден дауыс жинатын болса, сол кезде ғана бізде әділ сайлау өтеді деп есептеймін. Мен шыны керек бұл сайлаудың жаңашылдығын Бауыржан Байбекке лайк дегім келеді. Өйткені ой жақсы, пікір жақсы, идея жақсы, бірақтан оны орындауда кішкене кемшіліктер бар. Оған да тоқтала кетейін. Қандай кемшіліктер? Біріншіден, номер, телефон номер. Әрбір адамға, мысалы, партия мүшесіне номер жазылған. Ол номер оның атында тіркеліп тұрған жоқ, бірақтан басқа адам номерінің атында тіркеліп тұрса да дауыс беруге рұқсат берілді. Ол деген мен есептеймін үлкен қателік. Ол адам телефон номері өз атында ғана жазылып тұрса номері, сол адам дауыс беруге болатын еді. Бірақтан мен өзім сайлау учаскесінде болдым. Анау келе салып, әкел, сенің үйінің, менің үйіммен сен телефон жазып тұр екен, 39 ғой сен аяғы дейді. Жаңағы бірге келген подружкасы ба, жұмыс істейтін бірге кісіден телефонын қолынан тартып алды да сөйтіп берді. Ол шындық. Оны мен өз көзіммен көрдім. Сондай мәселеде енді алдағы уақытта мен партиядан сұранарым, мынау сайлау комиссияны сұранарым, сондай мәселені ойластырсаңыздар. Бұл енді бірінші. Екіншіден, бізде мынандай кім, бәленше Серік, мен ғой Бақыт, маған 4 номерді айта сал, мен сен қазір орнынан дауыс бере саламын деген адамдар міне алға шықты. Мен қазір олардың сенің мынандай факт бар, сенде мынандай факт бар деп мен қазір аттарын атамын қойын, бірақтан көбісі алда тұрғандар именно осындайлар. Осындай дауыс берумен жеткендер. Неге? Өйткені олар осындай қолмен жетелеумен, сол мекеменің несімен, өйткені оларға дауыс беру не істеу қызық емес. Олар просто попросили, олардың азаматтық позициялар жоқ, чтобы барып мен дауыс берейін, мына үміткер менің үмітімді ақтайды, мына үміткер менің не істейді деген әлі қоғамда әлі ол дамыған жоқ. Одан кейінгі ойым, бұл жерде жеке кәсіпкерлер деген дүние қатты өткен жоқ. Жеке кәсіпкерлердің бәрі, бізде мысалы мынау 30 қалада 25 депутат болса, соның 20-сы жеке кәсіпкер етін. Бизнесі бар, үлкен несі бар. Олар бұл жолы өтпей қалды. Бұл жерде өтіп қалған мекемесі бар, үлкен несімен мекемелерін бүйтіп ұстасып қалған, бүйтіп алып, ой, сен маған дауыс бер, мен саған өз коллективім дауыс береді, мен коллективім саған дауыс береді деп бір-бірлерін поддержать етіп, сөйтіп жеткендер. Одан кейін адамдар енді ары қарай мен нелерді бірінші орында Мейрамбек Төлепберген 1757 қызметі, қазір мен қазақшаға аудара салайын. Мына жерде орысшада тұр екен менде. Председатель Жамбылского областного территориального объединения профсоюзов. Кәсіподақтардың ортақ несі? Ортақ профсоюзы. Бұл кісі шыны керек журналист, сөзбен өте мықты сөйлейді. Ол кісінің айтып отқан әділет қоғамы, ол кісінің айтып отқан сайлау алды бағдарламасында бәрі жақсы айтылған, бәрі жақсы жазылған. Енді шыны керек тағы бір үлкен мәселе бар. Жастар қанша процент өт жас орта есептері біз көрген адамдар бар ма дейді. Енді о жағын кішкене берік бол, Ерлан, кішкене басқаша лап қазір кішкене деген мен жауап берейін. Қазір мен әрбір неден әрбір кандидатпен бөлек тоқталып кетейін. Ол кісі одан кейін телевидениеға келді, телевидениені басқарды, одан кейін осы профсоюзға келді.
ағамды жақсы танимын, білемін, сөйлесеміз. Ол кісінің жаңа түрлі видеолары, дебаттарын барып көрдік, пікірлерін естідік, ойларын естідік. Үлкен кісі ғой деп сөйтіп, осы жердегі үлкен кісі қариясыз дедім ба, қарт дедім ба, кішкене үлкен кісі деп сыйлап едім. Ол кісі маған сен не деп тұрсың деп маған қатты сөйлегені бар. Ол енді өмір, өйткені әркім әртүрлі қабылдайды ғой. Мен де осы жасым 30-ға келсе де мен де бала деп қабылдайтындар бар әлі. Енді әркімнің қабылдауы әртүрлі. Факт в том, что ол кісі бірінші орында тұр. Екінші орында Шүкеев Мұратхан Жүнісәлиевич. Бұл кісі ауыл шаруашылығында маман, жақсы маман. Нұр Отанда первый зам болды, ұмытпаңыздар. Нұр Отанда первый зам болған облыста. Одан кейін бұл кісі Жамбыл облысы әкімінің осы не бойынша орынбасары болды, ауыл шаруашылығы бойынша. Одан кейін бұл кісі Байзақ ауданын басқарды. Байзақ ауданын ілгерілетті, және бұл кісі туралы кезінде педсоветке салып, әйелі биткен деп ойбай Дубайға барып келді ме, жұмыс уақытында бір нәрсе деп жүргізіп артынан әкеліп артынан бұл кісі сотпен өзінің әділ екенін, адал екенін бұл кісі жеңіп шыққан кісі. Бұл кісі өзінің ойымен, өзінің несімен, әділдігімен соңына дейін жетті деп есептеймін. Мұратхан Жүнісәлиевич. Жасы да биыл 60 ма, 61-ге келді. Биыл. Одан кейінгі мынау енді 3-ші орында черная лошадка. Шыны керек Костина Келина Александровна. Тараз қалалық городской комитет работник образования города Тараз. Бұл кісі бастығынан өзі осып кетті. Бастығы Ерлан Мазымбеков. Ол кісіге де келеміз. Ол кісінен де қосып кетті. Өйткені озуының себебі Тараз қаласындағы мұғалімдер толықтай қолдады. Мысалы, Тараз қаласының мұғалімдердің осы партиядағы мүшесі 1700 болса, 1785 адам болса, оның 1689-ы дауыс берді. 100 ғана мүмкін дауыс бермей қалды. Сол кісі зыр етіп өте шықты. Мұғалімдердің бір ауыздан өзінің, былай айтқанда, председатель жаңағы профсоюзын қолдап алып шықты. Ол шындық, ол рас. Оған айтатындай ешқандай басқа да мекемелер, басқа да бүкіл образование немесе бүкіл здравоохранение немесе бүкіл басқа ұйымдар бір өзінің кандидатын алып шығатын болса, тура образование сияқты массамен ұрсысы болады. Тура ондай нәрсе басқалардан байқалмады, шыны керек. Одан кейінгі орында, Костинадан кейін 4-ші орында, бұл да черная лошадка. Қалай дауыс жинағанын біле алмаймын, қайтып жинағанды да біле алмаймын. Өйткені қалада, облыста аты шықпаған, былай айтқанда белсенділігімен танытпаған, қоғамдық ондай белсенділігі жоқ адам Бердалиев Мұрат Азимханович. Белсенділігі жоқ адамдар. Неге белсенділігі жоқ адам осылай дауыс жинайды? Оның значит артында бір деңгей бар деп мен есептеймін. Өйткені бұл деген менің жеке ойым. Бір деңгей бар деген нәрсе, оны мен сізге түсіндіріп өтіп кетейін. Басқа да мекемелермен мүмкін жақсы тіл табысып, достықтары мықты болып, сөйтіп алға шығып кеткен шығар деген ойым бар. Бірақтан жағдайы міне астында келе жатыр, сөйтіп біртіндеп соңғы 2 күн ішіне 1394 дауысқа дейін жеткен. Мұғалімдер өз-өздеріне сыйлық жасапты. Ол деген Костина болды, шыны керек. Одан кейін Манжуов Ерғанат Нұрбақбаев, директор предприниматель деп тұрақтан, қандай мекеме директор басқа туралы ол жазылмаған екен. Ерғанат Нұрбақбаевты мен өз басым жақсы танимын, білемін. Құтты болсын деймін. Бұл кісі де Жамбыл облысы әкімінің орынбасары болған, қаржы басқармасын басқарған. Қанат Алдагербергенович Бозымбаевтың кезінен келіп, ошақта тұрақтап қалған кісі, Алматыдан келген кісі. 1379 дауыс жинады. Предприниматель өзінің әкімдік ресурстары шығар, жаңағы Шүкеевтің, Төлепбергеннің әкімдік ресурстары шығар, осы өзінің
фамилиялар бар. Былай айтқанда сол фамилиясымен бірге алға шыққан шығар, өйткені үшеуі де былай айтқанда по фамилии областной әкімшілікте жұмыс істеген, бірінші басшылықты алған, үлкен қызметтерді алған, сол фамилиялар өздеріне ойнап праймеризде алға шығуға септігі болған шығар. Мен енді шын анық қанығын ол кісілердің қалай жұмыс істеп пайып жинағанын мен шыны керек білмеймін. Келесі тағы бір черная лошадка, былай айтқанда қазір орынға 1, 2, 3, 4, 5, 6 орынға шыққан Айтбаева Айгүл Қалдыбаевна, заместитель главного врача Жамбылской областного многопрофильной детской больницы. Айгүл Қалдыбаевнаны да мен өзім жақсы танимын. Жақсы танимын дегенде танимын, өйткені ол кісі опытсыда областной перинатальный центрдің директоры болған, оның алдында здравоохраненияда зам болған, ана мен бала бойынша. Одан кейін областной детский больница перинатальный центрден кейін роддом ғой, былай айтқанда бізде. Сол роддомнан кейін Жамбыл ауданына барып главврач болып, сөйтіп 2 аптадан кейін жаңағы қазіргі главврач соттың шешімімен қайтып орнына келіп, сөйтіп ол кісі жұмыс қалған жерде осы инфекционный қазіргі неге сөйтіп зам болып келген еді. Ол енді шындық. Бұл кісінікі 1369 жинайды деп ешкім ойлаған жоқ. Ешкім бұндайға оқпай озат деп сенген жоқ. Мен де сенген жоқпын. Бірақтан осы шықты, бірақтан әлеуметтік желіде мынандай неде ондай үлкен бір кім Ерқанат Нұрғапаев сияқты немесе Мейрамбек Төлепберген сияқты әлеуметтік желіде бір лозунг айтып, немесе осындай пікір айтып не істеген байқалмады. Одан кейін Думаров Гулам Мұхтаровичті осы Тараз қаласы мәслихатына депутат болатын кезде осы жастардың атынан шыққан. Сол жастардың атынан былай айтқанда әлі келе жатыр. Сол жастардың қолдауымен шыққан кісі қазір облыстық қан орталығының директоры және былай айтқанда облыстық мәслихат депутаты қазіргі уақытта. Сондай бола тұра 1368 Айгүл Қалдыбаевна екеуінің арасы бірақ дауыс ғана айырып тұр. Бұл кісі 7-ші орында, 5-6, 7-ші орында тұр. Бұл кісі Гулам Мұхтарович. Бұл кісі де өзінің саласында, здравоохранение саласында белгілі адам. Біраз жыл 2-ші қалалық емхананың бас дәрігерінің орынбасары болған, өзі терапевт. Әкесі біздің облыста өте белгілі кісі, марқұм Омар Мұхтар деген кісі. Одан кейін бұл кісінің осындай дауыс беруге жете алды. Одан кейінгі орында енді бұл жерде бәрі мемлекетке қатысты, мемлекетпен бірге, мемлекеттік бір мекеменің Facebook желісіне өздерін белсенді көрсеткен адамдар емес, админ ресурстар бар, связьдар, балалар өтті десейсің. Енді рас сондай. Енді әлеуметтік желіде аккаунты бар, барынша бәріне жауап беретін, барынша әлеуметтік желіде ашық болса, қаламызға жаңашылдық әкелген, жаңа нәрсе әкелген, 21 жыл бойы частный медицинский клиниканы ұстап отқан 8-ші орында Нұрымова Гүлдар Алданшықызы. Былай айтқанда бұл кісі енді әйелдердің арасында осы облысқа берген жаңа МРТ, жаңа несімен КТ, біз деген бұған дейін МРТ КТ не екен деп былай айтқанда Алматы Астанаға барып түсіп бір ой деп несейтін нәрсеміздің бәрін ертегі нәрсенің бәрін шындыққа айналдырған кісі ғой. Енді ол кісінің өткенде тікелей эфирлерін, мен де тікелей эфирлерін көріңіздер, ол кісі де ауылға барып сондай МРТ КТ қоя білді, көрсете білді, қойып жатыр әлі уақытта Меркі ауданының тұрғындарына, сол жан-жақтағы аудандарға бұл үлкен көмек деп есептеймін. Өйткені ол бір күндік немесе бір айлық тура праймериздің алдына келе салатын зат емес, ол кәдімгі ұзақ уақыт бойы күтілетін, жиналатын дүниенің арқасында ол кісі жетті. Кішкене ол кісінің 1307 дауысы бұдан да жоғары
болу керек деп мен есептеймін. Өйткені елге жасаған қызметі, былай айтқанда адым ресурсы ондай емес. Мынау басқа нелер сияқты, мынау басшылар сияқты, басқа биліктің басында отырып, биліктің несінде отырып, зам әкім болған емес, әкімшілікте жұмыс істеген емес. Бұл жердегі алдындағының бәрі мұғалімдер немесе мейірім басшысы, жақсы пысық адам, кәсіпкер, қолдаймын. Дұрыс айтасыз. Басқа кісілер сияқты адым ресурстарын қосып, былай айтқанда жұмысың шоқпарын былай қарай несім жоқ, бірақтан ол кісінің жаңағы деловые женщины болсын, басқа болсын, әйелдермен жұмыс істеуі, не істеуі, ол біздің облыста көп ер азаматтарға үлгі болатын істер жасап жүр деп істеймін. Именно кәсіпкерлердің осындай жақта бірінші әкеліп бірінші бергендігі. Бұл жерде 15%-бен алған бірдей, кім Айтбаева, Умаров, Нұрымова 15%-бен есептелген бұл кісінің үшеуі деді. Одан кейінгі орында Күлекеев Батырбек Абдрасилов, секретарь, городской маслихат 14%, 1226 дауыс жинаған. Бұл кісі енді маслихат хатшысы қалалық, былай айтқанда өзінің орнында қалатындай дауыс жинады деп есептеймін. 10 жыл ма, 20 жылдай аудандарды басқарған, белгілі кісі ғой. Әйелдер, жас ересектер, кәсіпкерлер, келіншектер өтті ма дейді. Қазір кім берік бол, тура оған келеміз. Жақсы, несімен жете алды ол кісі. Енді Орынбаева Жанар Рымбекқызы, директор Жамбылский высший политехнический колледж, 1163, 13%. Жанар Рымбекқызы биыл зейнет жасына келіп, зейнетке шығарма, сондай қауесектер өте көп жүріп жатыр. Өйткені ол кісіге де мен бұл сұрақты бір сапарға баратқан кезде қойғам. Енді өзінің былай айтқанда Жамбыл политехникалық колледждің осындай жоғары колледж болуына, басқа болуына үлкен атсалысты, өзінің еңбегін сіңірді деп білем. Қалалық мәслихат депутаты, қалалық қоғам кеңесі мүшесі, өзінің қоғам белсендісі ретінде осы қоғам өзгеруіне атсалысып жүрген әйел азамат. Жақсы. Енді ары қарай депутат болу, болмау, директор болу, болмау, қолуге менің құзыретімдегі, менің талқылайтын, менің айтатын пікірім емес. Ол үшін білім басқармасы бар, басқа бар, олар ары қарай шешеді. Енді Сейтбенбетов Айдын Пайзелдаевич, первый заместитель АО КТЖ грузовые перевозки Жамбылское отделение КП дейді. Первый заместительдер өте бастады. Бұрындарда да өтті. Енді бұл кісі енді әлеуметтік желіде өте таргетингтен ені қатты қосып жұмыс істеді. Бірақтан астында кішкене бірінші күн не істеді. Осы соңғы күні, соңғы 24 сағатта 1113-ке дейін жақсы кете алды, оза алды. Кете алды деп есептеймін, сразу бір рейтингісін көтеріп алып кетті. Ол кісіні лично өзім танымаймын. Бұған дейін, мысалы, мен бәрін танысам, Костинадан басқасын, Ибедалиевтен басқасын. Одан кейін үшінші менің танымайтын адам осы орындықтағы. Бұл Сейтбенбетов Айдын Пайзелдаевич, жас жігіт сияқты. Енді көреміз, елге қызмет жасағанын, ары қарай біреуімізді КТЖ-ның адамдарын қалай депутат болып кететін. Өздерінің КТЖ-да бәленбай мың адам бар, партия мүшесі. Солардың дауысын жинап шықты, болды. Басқа бір жерде ешқандай жаңашылдық жоқ. Бір қоғамға бір белсене атсалысып, белсене кірісіп жүрген азамат емес, бұл айтқанда. Біз көріп жүрген осы қоғам ортасында жаңағы айтқан ағапкелеріміз сияқты кірісіп, осындай мәселе істектеп, ой қозғап жүрген азаматтың қатарынан таба алмаймын. Одан кейін Жетібаев Қайрат Қалралиевич, туберкулезный больницаның 1062, потом Керімбаева Дүйсенкүл Керімкуловна, Тойгы Лаврач поликлиника номер 6, 1057 дауыс, 12%. Одан кейін бұл кісінің бұл орында тұрғаны мен үшін өте антаңмын.
Мауленов Бақберген Бөлдешевич 1032 дауыс. Бұл кісі бұдан да жоғары дауыс, жоғары орында тұру керек деп естимін, өйткені өзінің берілген секторын жақсы білетін, жақсы қызмет жасайтын азаматтардың бірі. Және өз сөзінде тұрады. Айтты ма істейді, айтпады ма істемейді. Нақты не істейді. Одан кейінгі 1000 дауысқа дейін айтайын. 1000 дауыстан жоғары. Одан кейін Ақчалова Айгүл Сагинбековна, директор ИП Ақчалова. Бұл жерде ИП болып жалғыз тұрған. Екінші неден кейін Гүлдара Алданышқызынан кейін именно осы частный секторда не істеген бұл Айгүл Сағынбекқызы. Бұл кісі білесіздер, неде тұрып, жаңағы менің қызметшілермен трудовой договорға тұрмаймын, не істемеймін, ішінде бәрі мынандай не істемейді деп тұрып, оның өзінде 1000 дауыс жинады. Қалай жинады сұрақ? Өзінің коллективі артында тұрған коллективі дауыс бермесе, ол басқа мекемелермен бірлесе осындай дауыс жинауға кіріскен шығар деп мен есептеймін. Одан кейінгі Мағзумбеков Ерлан Сабенович, блокарный профсоюз работников образования и науки Жамбылской области 949, Қызылқұлова Ләззат Әбілдайына 873, одан Нұржанов Абай Құралбекович, Толга областной мәслихат депутаты Жамбылской областной больницы, потом Абдыкулов Кайрат Сатпаев 841, потом Жетибаев Серік Дүйсенәлиев, Толга врач 822, потом Жақсылықова Ермира, директор школы-интернат Кимна Тілендиева 815, потом Кушанова Гүлжаухар Шкемпирный центр оказания специальных социальных услуг 974, потом Қайназарова Амина Рысбековна, ТОГ, директор ТОГ Гудмейхер 965, потом Жолдасова Орынқосы Көпбосынова 962, Богымбаева Минура Сәрсенбековна мұғалім 758. Одан кейін Абдраим Дүйсенбек Исахметович бұрынғы Абланоның бастығы 747 дауыс жинаған. Бұрынғы Абланоның бастығы. Әмірбекұлы Ержан 733, Саурықов Нұрлан, Қарғалиев Арман 703, Касвасфат Смайлов Марат, Жамбыл Су 675, Баймағамбетов Берік, председатель общественного объединения дейді 650, Азимов дейді, Сарченко Андрей, Каипов Дәурен Айтасович, Джузанов Айдар Султанович, Улакулов Аман Лұқпанович, Маймышев Бекбол Баянғалиұлы, Мырзахметов Марат тоже городской депутат болған 497, Каримов Гана Юсупович, Алимханов Бақытхан Әуесханович, Ақбердиев Росхан, Сөктай Біржан, безработный 465 безработный. Одан кейін енді осы жерде жастар деп, Бөлдеш Жаслан Бақбергенұлы, Бөлдеш Рахат Бақбергенұлы 459, 452. Бұлардан кейін тұрған 437 мен Мадимаров Азизян Жақсығалиевич, Қасымов Муслим Женисович, директор ГКП Жамбыл жылу, Танатаров Ақжүлек Достықович, Танатаровты барлықтан танисыздар. Одан кейін Әулиеата транспортының директоры Пірманов Рашид, Нұрділдәлі Медет, Жасбалаев 20-дағы 410, одан кейін Гарчак, Баняна Гусеевна, потом Жүнісбек Малик Абдымакит, Мурахан Балдырған, Айтбекова Мария, Үсенбаев Шамбылхан тоже қалалық депутат. Одан кейін Әбуғали Ерғали, Құрманали Берік, Сатчанов Азат Бекенович, Абдели Абдукарим, Абдинова Эльмира Юлюсизна, Нарузбекова Альмара Еркіновна, Алимбетов Әділет, Тұрымтаев Досан Расулатович, Дәулетбаева Айгер Маратбековна, Бидайбекова Назира Ауданбековна, Ұлтанбаев Арнат Дәулетова Ақтолқын Жарылқасыновна, Сұлтанбаев Зинел Нәби Маралбаевич, Елемес Шалқал Дарханұлы, Тұрғынбеков Ербол Сәрсенбекович, Лихтаева Перует Қатабаевна, Абдалиев Бауыржан Ахметович, Қуатова Зарина Пердебековна, Усенбаев Ақылбек Балтабаевич, одан кейін Демеш Кенесбек Манжасарович, Айнабеков Сағадат, все понятно, как я предлагал, так и выслать. Айнабеков Сағадат, Қайратович Стілеу, Теміржан Серикович, Төлендіұлы Дәулет, Қылышбаева Гүлнұр,
Нургалиевна Шудро, Александр Александрович Абдуалиева Райла Мәділбекқызы, Миманкалиева Ажар Төлеуовна, Ахылбаева Чинара Муратовна, Махусеев Зайнуддин Абдул Бахтиярович, Пак Александр Владимирович, Ертаева Жанат Акепбаевна, Омаров Жандос Аскербекович, Жартыбаев Сәлкен Калдыкович, Аханов Төлеген Еркенович, Каримова Гүлмира Ауысхановна, Абу Бакиров Елхонды Шакизидин Шакиров Мамат Садуович, Абдияшим Индира, Исмаил Сакен, Мамедова Фарида Манжанна, Асқарбеков Алмат Кибатович, Ахтанова Мадина, Иманалиев Нұркен, Қарменов Амирбек Айтмаған, Бетқызы Дана Күздікбаев, Нұрбол Майлабаева, Бағдат Асаубаевна, Тауттен Айбек Қанатович, Аубекова Жансая, Жұмабай Даттания Меркібайлы, Болысбаев Майди Ауданбекович, Үсенбаев Асан, Рахаева Маржан Каримжановна, Қайнарбеков Гамлет, Сейдазим Ерлан Баймаханұлы, 128 дауыс жинады Ерлан. Ерлан айттым ғой, саған мына фарсқа қасып қайтесің деді. Бәрібір ол деген мекеме басшысы бар, өзінің несі бар, олар алып кетеді бір-бірін, сөйтіп қолдап. Нарымбетов Ермек Үшкемпірұлы, Веймер Альбина Фридрихна Домаев Азиз Біржанұлы, Ермеков Дүкенбай Сайлаубекович, Естай Әсел Берекина, Грицов Анатолий Иванович, Аппас Бидар Оңғар Бекұлы, одан кейін Шамбаев Алмас Рахымұлы, Бисен Алмас Серікбайұлы, Бектемір Қайсал Жамбылы, Давренбеков Дархан, Мокрушин Иван, Тоғайбаев Бахтияр, Бестереков Бауыржан, Жұмабаев Ғалымжан, Тоқтағұл Батырхан, Исмазов Руслан Бакирович, Шаманкулова Перизат Мажитовна, Муминов Махрум Тоқтасын, Маншбекова Гүлшат Қоңырбайына, Омаров Еламан Серікұлы, Төлебаев Бақытжан Арқабекович, Қоңырбай Ерсұлтан, Абналиев Санжар, Элалиева Ахмарал Эгембердиевна, Қалижанов Алексей Кабланович Ильясова, Ахмарал Буртуликовна, Сейдахметов Дәулет Абдуллаевна, и соңғы орында Лаллахаев Темірлан Магомедович 55 дауыс. Міне көріп тұрсыздар, ендігі кезекте сұрақ жауапқа көшейік. Сұрақ жауаптарыңызды мен енді басынан бастап енді мен жауап беріп көрейін. Емін-еркін сұрақ қоя беріңіздер, барынша өзімді, ойымды, пікірімді атасайшы, аттарын біліп жүрейік дейсіз бе? Енді жоғарыда тұрған семерка дейін бе? Не дейін? Одан астында да тұрған адамдардың аттары айтылды ол кезде. Менде факт, ол видео, фотозапис болмағандықтан мен оның бәрін қазір айтып атағаным дұрыс емес, өйткені ол былай айтқанда клевета болып кетуі мүмкін. Жастар қанша процент өтті, жасы орта жастағы еті тірі біз көрген адамдар бар ма дейді. Біз көрген, сен көрген адамдар бұндай дүниеге бірең сараң ғана адам кіріп отыр, бірең сараң ғана адамдар қатысып отыр. Былай айтқанда оның өзінде көріп отырсың қалай болғанын. Ондықта өзім жақсы танимын. Жақсы танимын деген ішінде бір-екі адамды ғана танымаймын, басасын бәрін танимын. Олардың қайтып жетістікке кеткені осы облыста қызмет жасағанды білеміз. Квота қалай бөледі екен? Енді квотаны Ерлан шыны керек, оны әйелдер квотасы бар және жастар квотасы бар, оны жергілікті немен бірге бөледі ғой, партия отырып өздері. Оның Нарбая Балабек Амишевичке айтасыздар, саған какой я қария деген кісі ма дейді. Мүмкін сол ғой. Біздің облыстан жастар кәсіпкерлікке көп барды, активно, ең ұнағаны сол дейді. Серая лошадка деген дұрыс дейді. Мә саған мұғалімдер күнде өз-өзінен сыйлық жасапты ғой, әрине. Ну кто б сомневался, Ерғанат Иманжуове дейді. Ол сіздің пікіріңіз. Facebook желісінде өздерін белсенді көрсеткен адамдар емес, адым ресурстар бар, связьдар, балалар өтті десеш, ол деген шындық. Одан кейін жылу беретін көкең қай орында дейді. Жылу беретін менің көкем дейсіз бе? Жылу беретін, жылуды беру шешу ол Жамбыл облысы әкімнің құзырында дүние. Олар рұқсат етсе үйдегі беруге. Ол деген шешіліп тұрған мәселе. Мейірім басшысы жақсы пысық адам,
кәсіпкер қолдаймын дейді. Енді ол кісі естіп жатыр ма, естіп жатқан жоқ па білмеймін. Енді өзіне де жазып жіберсеңіз болады фейсбугына. Әйелдер, адамдар, жас келіншек, кәсіпкерлер, келіншектер өтті ма дейді. Енді өтті өтпеді біз шешкен жоқ, бірақ та нәтижесін көріп тұрық қой. Еллан деймін інімше, ондай жандарға зелен свет болу керек. Нарбаев Балабек айтқандағындай дейді. Беретін болса беретін шығар. Айгүл Ақшалова мен Амина Қайназарова сияқты кәсіпкерлер, белсенді келіншектер өтті ма дейді. Енді өту өтпеу ары қарай өзі шешілетін нәрсе. Все понятно, как я предполагаю, так и вышло дейді. Но как вы предполагали, солай шыққан шығар. Қанша дауыс өте алады дейді. Қанша дауыс, Еркін Жапаров оны қанша дауыс өте алады дегенге мен даусымды шыны керек оны беріп айта алмаймын. Өйткені олар әлеуметтік желіде белсенділігі бар, басқа несі бар деген мәселелерін бәрін ортаққа қойып, ортаға салып, сөйтіп өздерінің рейтингтерін шығарады. Одан кейін ол белгілі болатын нәрсе. Одан кейін тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп көрейін ашығымен, жасырмай. Бұл мәселедегі мәселе сенің үлкен ұйымың болса, сенің үлкен достарың болса, үлкен ұйым басқаратын, сен солармен бірге партия алға деп шықсаң, дауыс беруде оның бәрін ұйымдастыру, бұл айтқанда проблема жоқ екен. Алға алып шығады екен. Ал біз сияқты емін-еркін жүрген свободная птица елдің мұның шағып шындығын айтқандар, бұл айтқанда бұндай праймериздерге жол жоқ деп есептеймін. Өйткені әлі халықта азаматтық белсенділік, азаматтық өзінің парызы туралы толықтай ойын айта алмайды, толықтай ойымен бөлісе алмайды. Өйткені ондай бөлісетін болса өздеріне берілген номерін, несін басқа номерге жаздыртып, оған басқа бергізбейтін еді. Ол адам өз үйінде отырып, өзі ақша шешетін еді. Кімге дауыс беру керек, кімге дауыс бермеу керек екен. Ол мәселе толықтай ондай ашық процеспен болған жоқ, ашық процеске де жеткен жоқ. Ол деген процестің бәрі ашық болғанымен маған дауыс бер, саған дауыс бер, сен дауыс бер, мен дауыс берейін деген нәрселермен былай айтқанда өсіп өніп отырды. Енді сұрақтарыңыз болмаса барлықтарыңызға рахмет. Менің астыма пікір қалдырсаңыздар болады. Барлықтарына лайк.